2026 жылға арналған таразы жұлдызының жалпы жорамалы. 2026 жылы таразы белгісін өмірдің әр саласында жағымды өзгерістер күтіп тұр. Жыл бойы өзіңізді еркін әрі жайлы сезініп, ішкі тыныштыққа көбірек мән бересіз. Дегенмен маңызды шешім қабылдарда әр нәрсені ұзақ ойлап, таразылай беруіңіз уақытты созып, қолайлы сәттерді өткізіп алуға себеп болуы мүмкін. Жыл сізге эмоцияңызды жақсырақ басқаруға, салмақты ойлап әрекет етуге және өз таңдауыңызға сенімді болуға үйретеді. Әсіресе адамдармен қарым-қатынаста бұрынғыдан сабырлы, байсалды әрі кемел көзқарас қалыптасады. Бұл кезеңде жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасты нығайту ерекше маңызды. Сенімге негізделген байланыстар сізге үлкен тірек болып, күрделі шешімдер қабылдағанда қолдау көрсетеді. 2026 жыл өмір салтыңызды қайта реттеуге де қолайлы уақыт. Ұйқы режимін қалыпқа келтіріп, артық жұмыс пен кеш жатудан бас тартсаңыз, күш-қуатыңыз артып, ойлау қабілетіңіз де жақсарады. Ең бастысы, айналаңыздағы адамдармен шынайы қарым-қатынас орнатыңыз. Жасандылықтан аулақ болып, өзіңізді табиғи қалпыңызда көрсетсеңіз, жаңа мүмкіндіктер мен сәттіліктер өздігінен жолығады. Бұл қасиет жұмыста да, жеке өмірде де жақсы нәтижеге жеткізеді. Таразы жұлдызының 2026 жылғы мансап жорамалы. 2026 жылы таразы белгісінің мансап жолы табысты өрбиді. Өткен жылғы қиындықтар мен ұсақ мәселелер артта қалып, алға сенімді қадам басасыз. Жұмыс көлемі артқанымен міндеттеріңізді жоғары сапада орындап, уақытты тиімді, ұжымда туындайтын келіспеушіліктерді сабырмен шешуге тырысыңыз. Әріптестеріңізбен немесе басшылықпен артық тартысқа бармай, дипломатиялық ұстанымды таңдасаңыз, беделіңіз арта түседі. 2026 жыл еңбекке деген көзқарасыңызды жаңартып, мақсатқа барынша шоғырланатын кезең болады. Зейініңізді маңызды істерге бағыттасаңыз, кәсіби деңгейіңіз бұрынғыдан да жоғарылайды. Таразы жұлдызының 2026 жылғы махаббат жорамалы. 2026 жылы махаббат өміріңіздің басты тақырыптарының біріне айналады. Сезімдеріңіз бұрынғыдан тереңірек болып, сүйікті адамыңыздың көңіл күйін ерекше сезіне бастайсыз. Соның әсерінен қарым-қатынаста қуанышты сәттерде, эмоцияға толы кезеңдерде болады. Жақыныңызбен араңызды нығайту үшін ерекше кездесулер ұйымдастырып, бір-біріңізді тереңірек тануға ұмтыласыз. Бірақ сезімдегі әсерлі көріністерден гөрі, шынайылық пен ашықтық әлдеқайда маңызды екенін есте сақтаңыз. Берік қарым-қатынастың негізі бір-бірін түсіну мен сенім. Жұбы бар таразылар үшін бұл жыл махаббатты бұрынғыдан да жақындатып, өзара сыйластықты күшейтеді. Ал бойдақ таразылардың жеке өмірінде қуанышты өзгерістер болады. Әсіресе мамыр айының басында және қазан айында тағдырлы кездесулер орын алады. Сол сәттерді жіберіп алмай, жүрегіңіздің қалауына сенім артсаңыз, өзіңізге шын мәнінде сай келетін адамды жолықтырасыз. Шынайы махаббат мінсіз адамды іздеуден емес, сізді түсінетін әрі өміріңізді бірге бөлісе алатын жанды табудан басталады. Батыл қадам жасап, сезіміңізге адал болсаңыз, 2026 жыл жүрекке қуаныш сыйлайтын ерекше кезеңге айналады. Таразы жұлдызының 2026 жылғы қаржы жорамалы. 2026 жылы таразы жұлдызының қаржысы тұрақты өсіп, табыс көзі көбейеді. Әсіресе өзіңіз жақсы меңгерген салада еңбегіңіздің жемісін көресіз. Өнер саласында еңбек ететін таразылар үшін бұл жыл ерекше табысты болады. Шығармашылық қабілетіңіз жоғары бағаланып, еңбегіңіз кеңінен мойындалады. Бұрын өзіңіз байқамаған жаңа қырларыңыз ашылып, кәсіби жетістіктерге жетелейтін тың мүмкіндіктерге жол ашылады. Соның нәтижесінде табысыңыз да айтарлықтай артады. Кәсіппен айналысатын таразылардың да жолы болады. Адамдармен тіл табыса білуіңіз, сенімді қарым-қатынас орнатуыңыз және дұрыс шешім қабылдай білуіңіз маңызды келісімдер жасауға көмектеседі. Іскерлік кездесулерде өз қабілетіңізді толық көрсете аласыз. Күрделі келіссөздер мен серіктестермен жұмыс барысында сабыр сақтап, батыл әрекет етсеңіз, табысқа оңай қол жеткізесіз. 2026 жылы күтпеген табысқа да кенелесіз. Негізгі жұмыстан бөлек қосымша кіріс көздері пайда болып, инвестициядан, сыйлықтан немесе басқа да тосын мүмкіндіктерден қаржылай пайда көресіз. Осылайша материалдық жағдайыңыз нығайып, болашақ жоспарларыңызды жүзеге асыруға жеткілікті қаржы жинайсыз. Таразы жұлдызының 2026 жылғы оқу жорамалы. 2026 жылы таразылар оқу барысында өзін-өзі бақылауға ерекше көңіл бөлуі керек. Жалқаулық пен немқұрайдылық білім алуға кедергі келтіріп, оқу қарқынын бәсеңдетуі ықтимал. Кейде қол жеткізген нәтижеге тым риза болып, ары қарай дамуға деген ынтаңыз төмендеуі мүмкін. Алайда сіздің зеректігіңіз бен дұрыс шешім қабылдай білетін қасиетіңіз алға жылжуға көмектеседі. Алдыңызға нақты мақсат қойып, оны күнделікті орындалатын міндеттерге бөлсеңіз, оқуға деген қызығушылығыңыз қайта артады. Шаршаған немесе ерінген сәттерде өз мақсатыңызды еске түсіріп, білімнің болашағыңыз үшін қаншалықты маңызды екенін ұмытпаңыз. Осындай көзқарас барлық кедергіні жеңуге күш береді. Уақытыңызды дұрыс жоспарлап, тапсырмаларды кейінге қалдырмай орындаңыз. Артық шаршамауға да мән беріңіз. Жүйелі еңбек еткен сайын нәтижеңіз жақсарып, жетістіктеріңіз біртіндеп көбейеді.
Таразы жұлдызының 2026 жылғы денсаулық жорамалы. 2026 жылы денсаулығыңызға мұқият қарау қажет. Шаршаудың белгілері сырт келбетіңізден анық байқалады. Өңіңіздің солғын тартуы, сергектіктің азаюы немесе үнемі қажып жүруіңіз ағзаңыздың демалысқа мұқтаж екенін көрсетеді. Ұзақ уақыт жиналған күйзеліс, тығыз жұмыс кестесі және ұйқының жеткіліксіздігі күш-қуатыңызды азайтады. Сондықтан өмір салтыңызды өзгертуге уақыт бөліңіз. Демалыс пен рухани тыныштыққа басымдық беріңіз. Музыка тыңдау, көрме аралау немесе шығармашылықпен айналысу көңіл күйіңізді көтеріп, ішкі тепе-теңдікті қалпына келтіреді. Сонымен қатар күн тәртібін реттеп, жеткілікті ұйықтаңыз. Кеш жатудан және шамадан тыс жұмыс істеуден бас тартқан дұрыс. Бұл ағзаңыздың тез қалпына келуіне көмектеседі. Денсаулықты нығайту үшін тұрақты қозғалыс та маңызды. Күн сайын серуендеу, йога немесе жеңіл дене жаттығулары ағзаны шынықтырып, иммунитетті күшейтеді. Осындай қарапайым әдеттер сізге жыл бойы сергек әрі күш-қуатты болуға мүмкіндік береді.